рұқсат болса. Сөз Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Сейдурұлы Көлгіновке беріледі. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы. 2016 жылы Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік экономикалық даму динамикасы өзіңіздің қабылдаған мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асыру нәтижесінде оң көрсеткіштерді көрсетті. Жаңа айтқан өндірістегі қарашығанақтың 3 жылда бір рет бір айға жөндеуге тоқтағанына байланысты біз 98,8% орындадық, ал қалған көрсеткіштің бәрі оң нәтиже көрсетті. Өңдеу өндірісінде 2,5% өсім бар. Бұл салада еңбек өнімділігі 37%-ға өсті. Құрылыс саласында да 5% өсім бар. Облыстағы өнімнің ауқымын қалай орындамай қалдыңдар? Қай мекеме арқылы? Қарашығанақ Нұрсұлтан Әбішұлы. 3 жылда бір рет жөндейді. Плановый предупреждение ремонт. Төмендеді ме? 98,8%. Оны бұлай алып тастағанда басқалары оң көрсеткіш көрсетті ме? Қалған барлығы оң көрсеткіш. Нұрсұлтан Әбішұлы, мынау өңдеу өнеркәсібінде 2,5% өсім бар. Еңбек өнімділігі 37%-ға, құрылыс салада 5% өсім бар. Индустрияландыру картасы бойынша өңірде 334 миллиард теңгеге 47 жоба жүзеге асырылуда. 2700 жұмыс орны құрылды. Соның ішінде былтыр 10 жоба іске қосылып, 500-ден астам жаңа тұрақты жұмыс орны ашылды. Инвестиция өсімі 3,5%, немесе 395 миллиард теңгені құрады. Шетел инвестициясын тарту жөніндегі тапсырмаңызға сәйкес, өткен жылы химия саласында ирандық бизнесмендермен, электрожабдықтар бойынша швейцариялық компаниямен, және де жаңа құрылыс материалдар шығару бойынша финляндиялық компаниялармен бірлескен кәсіпорындарды құрдық. Біздің оралдық кәсіпорындар осылармен бірге жұмыс атқаруда. Бұл кәсіпорындар модернизацияланған технологияларды көздейді. Орта және шағын кәсіпкерлер саны артып, 40 мың бизнес субъектілері белсенді жұмыс істеуде. Нәтижесінде бюджетке салық түсімі 36%-ға өсті. 255 миллиард теңгені құрады. Облыста жеке инвестициялар тартумен 2000-ға жуық орынды құрайтын 24 жеке балабақша ашылды. Қазіргі таңда 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды қамту көрсеткіші 99,7%-ға жетті. Түгел деп айтуға болады. 99,7%. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз қабылдаған Нұрлы жол және басқа да мемлекеттік бағдарламалар аясында өңірімізде 15 көп қабатты тұрғын үй салынып, 1500-ден астам отбасы жаңа баспанамен қамтылды. 250 шақырым жол жасалды, 200-ден астам әлеуметтік нысан күрделі жөндеуден өтті, 350 шақырым инженерлік желілер тартылып, осы бағдарламалар аясында 22 мың адам жұмыспен қамтылды. Аса мәртебелі елбасы, Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты биылғы жолдауыңызды Батыс Қазақстан облысының тұрғындары қызу талқылап, еліміз үшін атқарылатын игі істерді толықтай қолдап, қуаттап отыр. Зиялы қауым өкілдері, ауыл шаруашылық мамандары, кәсіпкерлер мен жастар осы жолдау аясында өз саласы бойынша ашылатын жаңа мүмкіндіктерге ризашылық білдіруде. Өңіріміз аграрлы индустриялық болғандықтан, аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналу керек деген сөзіңіз тәжірибелі мамандардан бастап, жеке кәсібін ашуға талпынған жастарға үлкен серпін берді. Ауыл кәсіпкерлеріне 16 миллион теңге несие бөлу жастардың өз ісін ашуға қызығушылығын арттырып отыр. Өңірде агроөндірістік кешен жалпы өнімі 17%-дан асты. Өткен жылы астық өнімі 3 есеге көбейді. Мал басы санының өсімі байқалады. Жаңа агробизнес бағдарламасын іске асыру мақсатында биыл жылына 6000 тонна ет өндіретін құс фабрикасы іске қосылады. 500-ден астам шағын мал бордақылау алаңдарын салу жоспарладық. Жолдауда көрсеткен міндеттерді орындау үшін 25 мың гектар ұдайы суармалы болатын жерлерді және 130 мың гектар лиманды көлтабандар қалпына келтіру көзделуде. Аталған бағыттар бойынша үкіметтің қадағалауымен тиісті министрліктермен тығыз жұмыс атқарудамыз. Жолдау экспорт бойынша жаңа бағыттар ашып, мүмкіндіктерді еселей түспек. Қазір ет өнімдер Ресей, Әзербайжан тағы басқа елдерге экспортқа шығарылып, өткен жылы 2000 тоннадан асты. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, өзіңіз индустрияландыру күнде ашқан трансформаторлық зауыт өткен жылы 2700 трансформатор шығарып, соның 80%-ын экспортқа шығарды. Жолдауда көрсетілген білім беру саласында цифрлық қызметтерді енгізу мақсатымен келесі жұмысты бастаймыз. Электронды оқыту ресурстары көмегімен шалғайда орналасқан мектеп оқушылары физика, химия, биология, математика сияқты пәндер бойынша цифрлық лабораториямен жұмыс істейді. Биыл 200 мектепте осы жаңа инновациялық жүйе іске қосатын боламыз. Баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру жобасына сәйкес тегін оқумен 22 колледжде 2700 студент жұмысшы орындармен тегін оқытылатын болады.
Жолдаудағы жаңа цифрлық технологияны қолдану арқылы перспективалы салаларды дамыту керек деген тапсырмаңызға сәйкес, урбанизация процесін соңғы тенденцияларын ескере отырып, облыс орталығында Smart City ақылды қала атты жаңа кешенді жоба дайындалды. Ағымдағы жылы мемлекеттік жеке әріптестік механизмдерін қолдану арқылы қауіпсіздікті күшейтуге бағытталған инновациялық бейне бақылау жобасын және энерго үнемді жүйесін іске қосуды жоспарладық. Жеке инвестор 500 миллион теңге осыған бөліп отыр. Өндірістегі және қаладағы жаңа ақылды шешімдерді жасақтау мен қолданысқа енгізу бойынша өңірлік технопарк базасында цифрлық шешімдерге арналған IT орталығын құруды көздеп отырмыз. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, өңір тұрғындары мемлекеттік бағдарламалардың игілігін айқын сезінуде, болашақты болжап бағдар берген, ауқымды да салмақты жауапкершілікті артқан жаңашыл жолдауыңыздың айрықша міндеттері мен нақты тапсырмаларын орындау үшін бар күшімізді саламыз. Баяндама аяқталды. Рахмет, отырыңыз.